мұны істеген бір адам деді, біреу мойнына алсын, біреу мойындасын кім істесе де, әйтпесе бәріміз бірдей кетеміз деді. Кім айтты? Саки Ибраевич айтты. Істеген адам мойындасын, болмайды мынау деп. Неге сіз нақты Полат Шерзатты мойныңызға алам деп айттыңыз, өзіңіз Гайпаевқа пышақ салып тұрсаңыз? Неге Белгүлжаевқа айтпадыңыз? Гайпаевты пышақтадым, болды, Гайпаевты мойындаймын. Полат Шерзатты сен ал деп. Неге солай айтпадыңыз? Өйткені ондай балалардан ондай не байқаған жоқ. Мен өзімде пышақ болғаннан кейін ас пышағы мен өзім істеп жасырынып отырған сияқты болып өзім сезіндім де, содан кейін мен асығыс шешім қабылдап кеттім сол кезде. Құрметті сот, осы кісінің мына суретін көрсеткенін қойса, себеп өткенде барлық куәлардың барлығы да айтты. Ана жер қараңғы, көрінбейді. Барлығы да айтып отыр. Бұл кісі жарық қылып түсіріп алады дағы, сосын елдің бәрі етіп. Құрметті әріптес, біз мына жерден көріп отырмыз. Құрамша тұрсақ етсеңіз, қазіргі кезде Гайпаев пен Шерзат қасына отырған сотталушылар Белгөжаев, Шинасы, Тоқтабаев. Сотталушы Шинасы, айтыңызшы, жаңа өз сөзіңізде айтыңыз, Тоқтабаев азамат хабарласып, не деп айтты сол кезде сізге хабарласқан кезде? Ағам Тоқтабаев Нұрбол мен досын Менделеев көшесінде дүкенде біреулер ұрып кетті, алып кетейікші деп. Ұрып кетті деп айтты. Ары қарайға не деп айтты? Ол ештеңе деп айтқан жоқ. Ары қарай біз уже сыртқа шығып баратып, сыртқа қазір шығып сөйлесеміз дедік. Ұялы телефонды сөндіре салдым. Ұрып кетті, алып кетейікші деді. Сіз ол күні көлікте болдыңыз ба? Жоқ, біз неден шығып баратқанбыз, ресторанның ішінен шығып баратқанбыз. Онда неге сізге айтады, алып кетейікші деп, егер сіз көліксіз болсаңыз? Білмеймін. Біз бәріміз шығып келатқанбыз сол кезде. Жоқ, сіз айтып тұрсыз ғой, хабарласып айтты деп. Тоқтабаев азамат ұрып кетті, алып кетейікші деп айттыңыз. Алайда сіз ол жаққа мүлдем жалдамалы автокөлікпен келгенсіз. Өзіңізде көлік болмаған. Жоқ. Онда не үшін сізге айтады, алып кетейік деп? Білмеймін нақты. Қалай алып кетейін деп ойладыңыз сіз, ол кісінің көлік болмаса? Құрметті сот, сұрақ алып. Оның ойында. Орынды сұрақ, құрметті сот. Бұл кісі көлігі жоқ болғанымен бәрі бірге жүр. Құрметті мемлекеттік айыптаушы, мен азамат Тоқтабаевтың қандай оймен маған үйтіп айтқанын білмеймін. Азамат Тоқтабаев ол күні ішті ма? Байқамадым. Нені ішті ма? Сұрақ нақты. Ішімдік ішті ма? Байқамадым. Қандай ішімдік? Алкоголь ішімдік. Байқамадым, өзім 3 дана пиво іштім. Қалған соттаушылар алкогольдік ішімдік ішті ма? Пиво ішті. Кім ішті? Шамамен? Нақты кім ішіп отқанын білмеймін. Бәрі сол столда отырған, бәріміз отырдық қой. Нақты не ішті? Пиво. Тек сыра ішті. Арақтары тұрды, бірақ мен өзім арақ ішкен жоқпын ол кезде. Басқа сотталушылар ішті ма арақ? Байқамадым. Өйткені біз көп отырған жоқ, би алаңына келіп кетіп жүрдік. Көрші столикта отырдық. Мекен-жайды нақты Тоқтабаев азамат айтты ма сізге? Менделеев жақта дүкен деді ғой. Менделеев жақта дүкен деді. Алайда дәл сол Қамажай дүкен екенін айтпады, иә? Жоқ, айтқан жоқ. Сіз оны өзіңіз іздеп тауып алдыңыз ба? Менделеев жақта деген, Менделеев деген көшені білетін, бірақ ол жақтағы дүкенін білмеппін. Жаңадан ашылу керек болған Қамажай дүкені. Жастар стадионы деген жерді білеміз, енді бұрыннан біз өзіміз футбол ойнайтын жер. Сөр екенін түсіндім. Содан өткеннен кейін қарап барып көрдім ғой. Арнайы өзіңіз іздеп тауып алып тұрсыз Қамажай дүкенін, дұрыс па? Жақсы. Құрметті сот, анықтама ретінде айта кетуге бола ма? Менделеев көшесі ұзындығы 500 метр болмайды. Қысқа ғана көше. Сіз жаңа айттыңыз, Қамажай дүкенінің алдына келгенде топ балалар сол жақта тұрды дедіңіз. Нақты төбелес болып жатты ма сол кезде? Төбелес болып жатты, шуылдасым. Сіз қандай киімде болдыңыз ол кезде? Көк түсті киімде, көк түсті күртеше, көк түсті сым, көк түсті аяқ киімі. Аяқ киіміңіздің өкшесі қандай? Түсі? Көгілдір ғой, көк. Аяқ киіміңіз. Табанын айтып тұрмын. Табаны ақ. Жақсы. Киімдеріңізде бір жолақтар, суреттер болды ма? Түсінбедім, қандай жол? Жолақ,
лампы болмаса басқа не суреттері киіміңізде болды ма? Жоқ, Қалтаңыздың айналасында, кеудеңіздің үстінде. жоқ. Мен экспертизаға киімдерін бәрін алып кеттім. Шалбарыңыз қандай болды? Көгілдір. Қара көк. Қолыңызда не болды сол кезде? Қолымда ештеңе болған жоқ. Сөмке болмаса беторамал болмады ма? Жақсы. Беторамал білмеймін мен нақты. Жаңа Қали Ахметтің қорғаушысы сізге сұрақ қойды, пышақты неге салдың деп. Сол кезде сіз айттыңыз мешочек деп. Сол мешочекті маған сипаттап беріңізші. Түсі қандай, көлемі қандай? Түсі сары, мынандай кішкентай. Жіпті тартқан кезде аузы жиналып қалатын болып. Жаңа Материал. пышақ сонда сыйып кетті ма? Полный сыйған жоқ, жүзі ғана мынандай жартысы сыйып тұрды. Яғни Мен жүзі ана ғана. ұшы тез кетпеу үшін соны қалтама. Сіз төбелес басталғаннан кейін келдім деп тұрсыз. Дұрыс па? Иә. Құрметті сот, алдыңғы Қамажай дүкенінің алдындағы видео түсірілімді қосса болады ма? Қамажай дүкенінің алдындағы. Сәл артқа, 2 секундқа артқа айналдырыңызшы. 38-39-ға қойсаңыз болады. Нұрқиястың ар жағында кім тұр? Қолында сары шүберек бар. Бұл кезде мен болған жоқпын. 1 секундқа артқа қалай қойсақ болады ананы? Құрметті сот, рұқсат па? Жоқ, шын асыл айтыңызшы, мына шетте тұрған ол сіз ба? Жоқ, мен емеспін. Бұл жағдайды көрген жоқпын ол кезде. Құрметті сот, маған дейін болып кеткен. Жақсы, келесі сұрағыңыз. Жақсы. Жаңа айттыңыз, оқиға біткеннен кейін көлікке отырған кезде Тоқтабаевтың алдына мылтық тұрды дедіңіз, иә? Иә. Мылтықтан басқа заттар көрдіңіз ба? Жоқ, басқа зат көрген жоқпын. Мына поликта жерде тақалып тұрды ғой, сүйеніп. Ол мылтықты кім салды ол жаққа? Оны байқамадым. Мен келген кезде уже бәрі машинада отырды, артыңғы орынға отырайын деп едім. Артында бәрі тиеліп отырды. Одан кейін алдына барып, азаматтың алдына отырдым. Пассажирскийға. Жақсы. Егер де төбелестің басында болмасаңыз, неге Махмет Алдияр, Махмет Ахмет және Майтұрсынов Нұрдәулеттің сөзі бір жерден шығып тұр? Нақты сізге көрсетіп тұр. Беттестіру кезінде де, одан бөлек тануға суреттерді берген кезде де сізді таныған анық. Не себеппен онда сізге көрсетіп тұр? Оны білмедім мен, ол жігіттерді былай жақыннан көрген жоқпын. Алыстан бағана мылтық атылғаннан кейін қашқан кезде, сол кезде байқамаса мен оларды бетпе-бет көрген жоқпын. Мен олардың ешқайсысын ұрған жоқпын. Қай кезде көрдіңіз оларды? Жаңа Ғайыпбаев мылтық атқан кезде бәрі шашырады ғой жан жаққа. Сол кезде мен орнымда қатып қалдым. Сол кезде жоғары балалардың қашып бара жатқанын, бір екі балама қашып бара жатты ғой деймін. Сол көшенің шетімен сол кезде байқадым. Былай бетпе-бет көрген жоқпын. Одан кейін бағана өз сөзіңізді айттыңыз. Ғайыпбаев сіз келгеннен кейін ғана қаруды алып келуге кетті дедіңіз. Оны нақты мен көрдім. Да. Оған дейін сіз не істеп жаттыңыз? Ғайыпбаев кеткенге дейін сол сәтте. Мен Ғайыпбаевты ұрдым, ол бұрыласап жүгіріп кетті. Соны түсіндім, бірдеңе алып келуге кетті. Соған қарап тұрдым, не алып келеді екен деп. Сол кезде машинасының багажынан мылтықты алып келеді. Сіз ұрмасаңыз Ғайыпбаев мылтыққа барар ма еді? Оны білмедім. Одан кейін сотталушы Нұрбол Тоқтабаев 4 қазан 2024 жыл 2 том 102 парақта. Бізге керек жігі 104 парақта. Қорғауға құқы бар куәден жауап алу хаттамасына сәйкес төбелес кезінде Абзал пышақ алып шығып, Шерзатты пышақтап жіберді. Нақты пышақты қайдан алған білмеймін деп жауап берген. Осы туралы не айтасыз? Оны білмеймін, неге бүйтіп айтқанын Нұрболдың. Мемлекеттік айыптаушы ондай сұрақтарды қоюдың қажеті жоқ. Ол енді шын асылдың айғақтары емес, ол басқа сотталушының айғақтары болғандықтан ол тек қана соған қатысты. Келесі сұрақтамыз. Жақсы. Белгожаев, Шыңғыспен сіздер қай кезде келістіңіздер? Сіз Шерзатты мойның аламыз дегенде, ол кісі Ғайыпбаев. Қонаев қаласына біз этаппен келген кезде, мына прогулочныйында бәрінде жиналдық бас қосып сол кезде. Шмон дейді ғой сол кезде. Қай кезде ол? Қанша уақыт болды ол кезде сіздерді ұстағандарына? 2 күн бе 3 күн бе нақты білмеймін, бізді Талғар қаласынан сол Қонаевқа алып келген кезде ғой, этаппен. Этаппен алып келген кезде. Бір көлікпен тасымалдады ма? Жоқ, бір көлікпен Белғожаев Шыңғыс, Тоқтабаев Азамат, Сақиев Равиль келдік бір газельмен. Қалғандар басқа машинамен келді. Сол газельдің ішінде
тағы не әңгіме болды араларыңызда? мұны істеген бір адам деді, біреу мойнына алсын, біреу мойындасын, кім істесе де, әйтпесе бәріміз бірдей кетеміз деді. Кім айтты? Сакиев Равиль айтты. істеген адам мойындасын, болмайды мынау деп. Неге сіз нақты Полат Шерзатты мойныңызға алам деп айттыңыз, өзіңіз Гайпаевқа пышақ салып тұрсаңыз? Неге Белгужаевқа айтпадыңыз? Гайпаевты пышақтадым, болды, Гайпаевты мойындаймын. Полат Шерзатты сен ал деп. Неге солай айтпадыңыз? Өйткені ондай балалардан ондай не байқаған жоқ. Мен өзімде пышақ болғаннан кейін, ас пышағы, мен өзім істеп жасырынып отырған сияқты болып өзім сезіндім де, содан кейін мен асығыс шешім қабылдап кеттім сол кезде. Одан кейін де сіз айтқансыз ғой, Полат Шерзат деп. Неге аяқ асты бүгін енді сотқа келіп, біреуін ғана мойындаймын деп айтып тұрсыз? Себебі мен оған қатысым жоқ. Жақсы, оқиға болған жерде басқа балалардың қолынан пышақ көрдіңіз ба? Жоқ, байқамадым, көрмедім. Ешкімнің қолынан көрмедіңіз ба? Жоқ. Куа Нұрбекованың сот залында берген жауабына сәйкес, Шынасыл ішімен жатқан баланы жоғарыдан төмен қарай сермеп, арқа жағынан соққы жасады деп айтты. Сол сәтте кімге соққы жасадыңыз сіз? Арқа жағынан. Соққы жасаған жоқ, мен сол моментте Нұрғанат екі бетімен жаққан кезде мен сол кезде пышақ сұқтым. Құрметті сот, Жамбас тұсына. одан кейін Нұрбекованың хаттамасын жарияласа рұқсат па? 6 том 158 парақта. Нұрбекованың айғақтары бұл жерде Шынасыл ондай айғақтар бермегендіктен оған қандай қатысы бар? Тергеу кезінде берген жауаптары, құрметті сот, және осы жаққа келген кезде сондай жауап берді ғой Нұрбекова. Жақсы, солай деп сұрақ қоя беріңіз, осындай жауап берді сотта деп. Сол жауаптарында, құрметті сот, ол анық айтқан қайтыс болған бала деп. Қайтыс болған бала ішіне жатқан деп. Жақсы. Ол сәтте бізде қайтыс болған тек Полат Шерзат ғана. Рұқсат па? Рұқсат. 6 том 158 парақ, бізге керегі 160 парақта. 5 қазан 2024 жылы қорғалуға құқығы бар куәдан қосымша жауап алу хаттамасы Нұрбекова. Сол кезде, нақты назар аударатын болсақ, құрметті сот, сол кезде көшенің арғы бетінен қайтыс болған бала қолынан мылтығын алып жүгіріп келіп, әкемді жіберіңдер, қойыңдар деп аспанға бір рет атқан болатын. Содан жаңағы азамат қазір сендерге атамын деп тағы да айқайлады. Сол кезде ана маған танымайтын жігіттер барлығы қашып, менің жанымдағы Нұрқияс, Абзал, Азамат, Шыңғыс және бетінде көгергені бар жігіт мылтықты атқан балаға қарай жүгіріп ат деп айқайлады. Сол кезде мен Равильді алып арғы жаққа кеткен болатынмын, болды тыныштал деп. Ал Равиль болса менен қашып оларға қарай жүгірген болатын. Содан мен ар жақтан қарап тұрған уақытта ана баланың мамасы, яғни Бишимбиеваны айтылады, көмектесіңдер, баламды өлтіріп жатыр деп айқайлаған болатын. Ары қарай мен де жүгіріп барып арасынан қара түсті куртка кигенді тартып алдым. Бір кезде қарасам, мылтықты алып шыққан бала жерде жатқан болатын және үсті қан болды. Содан бала ішіме жатқан кезде Абзал қолында пышағымен арқа жағынан ұрып жатқанын көрдім. Және қойыңдар деген кезде мен Равиль алып машина жаққа алып барды да машинаға отыр деп кетті. Яғни қайтыс болған бала бұл Полат Шерзат әкесіне Нұрымовқа айтқан. Осы бойынша не айтасыз? Бұл кезде сіздер Белгожаевпен келіскен жоқсыздар ғой? Құрметті сот. Бұны білмеймін, менде Нұрбекова Эльмирамен беттестіру ештеңе болған жоқ. Оның жауабымен мен келіспеймін, мен алдында ғана естіп отырмын. Неге бүйтіп айтқанын білмеймін. Мүмкін шатастырып айтқан шығар қайтыс болған баламен бағана Нұрғанат Кайпаевты. Өйткені бізде беттестіру ештеңе болған жоқ. Бізде беттестіру жақсы келді, данамен ғана болды менде. Құрметті сот, бір толықтырып жіберсем, құрметті сот, тергеушілердің өздерінің әрқайсының допростарды қарасаңыз, кейбіреулері бала дейді, сақалды адамда бала, бәрі де бала. Ылғи сол сөздеріне көңіл бөлсеңіз, жауаптарында барлығы сөйтіп көрсеткен. Неге ол бала дейді? Құрметті сот, назар аударсаңыз, жаңағы Эльмира есімді куәні сотта сұраған кезде, ол жаңағы мылтықпен атқан, сұр түсті киім киген, яғни бейне жазбада да сұр түсті киім киген, ол Гайпаевты көрсеткен. Өзде айтқан сот отырысында сұр түсті киім жаңағы ағасы Гайпаевтың қолында мылтық болды деп ондай сұрақ біз қойғанбыз. Сол себепті сол жағында құрметті сот ескерсеңіз. Отыра беріңіздер. Жалғастыра беріңіздер.
департамент. Келіспеймін дедіңіз ба онымен? иә Эльмираның айтқанымен келіспеймін. Жақсы. Алдыңғы сот отырысында сотталушы Сакеев айтты, одан бөлек. 777 дүкенінің алдында тұрғанда Абзал маған бір баланы пышақтап жібердім деп айтты деп. Нақты кімді айттыңыз сол кезде? Мен оны Трешемерка дүкенде емес, биатлон жерде тауда айттым мен. Нақты айтқан жоқпын, бірақ бір жігітті пышақтап жібердім деп айттым. Бір жігітті пышақтап жібердім деп айттыңыз. Айттыңыз ба негізі қай жерде пышақтағаныңызды? Жоқ, оны айтқан жоқпын. Сіз өзіңіз пышақ салып жатқан кезде мән бердіңіз ба кімге пышақ салып жатқаныңызды? Одан кейін топпен жана екі жәбірленуші жерде жатқан кезде артынан топпен бардыңыздар ғой. Сол сәтте ең бірінші соққыны кімге жасадыңыз сіз? Полат Шерзатқа ма, Гайпаевқа ма? Полат Шерзатқа өзі ешқандай соққы жасаған жоқпын. Гайпаев Нұрғанатты отырғанын байқап тептім, ұрдым. Тептіңіз, ұрдыңыз. Бағана тағы бір жауабыңызды айттыңыз. Мен негізі о жақта Шерзат Полатты мен вообще көрген де жоқпын, байқамадым өзі төбелес барысында. Төбелес барысында. Иә. Ал екі жәбірленуші жерде жатқан кезде ше? Ол кезде байқадым, артынан кейін білдім ғой Шерзат Полат екенін. Ана сары киімдегі. Алдыңғы бұрынғы сот отырыстарында жәбірленуші Бишимбиева нақты айтқан, Нұрбол мен Абзал мен Полат Шерзатқа барайын деп жатқанда қолына ұстап жібермеді деп. Бишимбиеваға қатысты белгілі бір күш қолдандыңыз ба сіз? Жоқ, онда ешқандай күш қолданған жоқпын, өйткені себебі мен соңында ғана көрдім. Айттым ғой бағана Шерзат Полат жатқан кезде мамасы айғайлап жүгіріп келді, қойыңдар деп, сол кезде ғана көрдім. Ең бірінші жерде жатқан кезде ғана Бишимбиеваны көріп тұрсыз? Иә, Шерзат Полат құлағаннан кейін сол кезде Шота Руставели көшесінде сол жаққа қарата келген кезде көрдім. Оған дейін мен анасын да, Қажобайды өзінде көрген жоқпын, ол кісілерді. Құрметті сот, одан кейін Шынасылдың соңыра, енді қазір емес, видео түсірілімін көрсек, ол жерде Шынасыл нақты айтады. Пышақ сұққан.